Кейінгі жыллардағы өзгеріслер себеплі хаял кыздардын турмушу тыптикарынан жаңаланбакта. Мамлекеттин ырауажлануы тиккелей хаял кыздардын белсендилигине байланышлуу экени тан алынып, соған жараса түрде реформалар амелге асырылмакта. Президентimiz bir кызды окутсак бүткүл чаңаракты окуткан боламыз деп бир нече мәрте атап өтті. Аналардың білімлі болуы үшін бәрінен бұрын хаял кызлар білімлендіруіне қаратылып атырған ытыбарды еслеуіміз керек. Мәселен, жеңілдетілген тәрізде оқуға қабылдау жолға қойылды. Хаял кызлар дәптері себеплі социалдық жәрдемге мұқтаж аналар, апа-сіңлілеріміз қоллап қуатланбақта. Хаял кызларымыз орындардағы орайларда бейпул білім, кәсіп үйренбекте. Бұлардың барлығы елімізде хаял кызларымыз қадірленетұғынын көрсетеді. Бүгін бақытлы болуы үшін барлық имканият бар. Бірден бір шарты сол, соған мünәсіп тәрізде миннет ету керек. Тилекке қарсы айрым хаял кызларымыз пайдалы миннетпенен шұғылданбастан, жеңіл жол менен пул табуды ойлап, іспидермелік нұхабы астында айрым массажханаларда жынаят көшесіне кіріп баратырғаны да ашынарлы жағдай. Осы жылдың 9 декабрь сәнесінде қала хакімі Абат Данияровтың басшылығында болып өткен аппарат мәжілісінде қаламызда іспидермелік нұхабы менен үш жүргізіп атырған айрым массажханалардағы хаял кызларымыздың тағдыріне байланысты ахметлі теманы күн тәртібіне қойды. Жас кызларымыздың өмірін ерте солдырмастың алдын алуға қаратылған лажларға махалледегі хаял кызларымыз жаслар жетекшілерін оянуға шақырды, хамде тапсырмалар берді. Бүгін бейпарқ болсақ, 2-3 жылдан кейін бұның ащы мейуесін жегенімізде, яғни жынысы жолменен жұғатуғын аурулар кімнің шаңырағына кіріп қалмаслығына ешкім кепілдік бере алмайды. Және де жетім нәрестелер саны көбейіп кетуі қаупі бар. Қызларымызды бұл жолдан қайтаруда бәрше бірдей аяқ қосу керектігін айтып өткен еді. Осы тапсырмалардың орындалуында сол күні қала хакімлігінде кешкі рейд жүргізілді. Рейд шеңберінде қала хакімінің бәрше орынбасарлары, қалалық ішкі істер бөлімі, жаслар жетекшілері қатынасуында махалледегі массажханалардағы хаял кызлар менен профилактикалық сәубетлер өткерді. Бүгінгі рейдте айыпкерді табу емес, оларды саламат жәмиетке қайтару, ондағы бір қыздың санасын өзгерту арқылы шаңырақтың тұрмысына жарықлық алып кіруге бағдарланған. Бізге қолыңызды бересіз бе?